Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен окорочка етінен тефтелья жасаймын. Тефтельяны біреулер фарштан да жасайды. Мен әрі диета үшін окорочка етінен, құр окорочканың етін осылай турап алып, сосын оны блендерға салып, секунд айналдырып аламын, езіп. Микровкамен де өткізсек болады. Мен блендермен жасағым келді осылай. Мінекей әдемі болып езілді. Мен бір штук пияз қостым. Себебі диеталық тамақ деп отырмын ғой. Сол үшін бір штук қана пияз қостым. Пиязды да осылай блендердан өткізіп алдым. Өте керемет шықты. Осылай фарштың үстіне пиязымды қостым. Мен тұздан кішкене ғана тұз қостым. Тек дәм беру үшін. Осыны осылай араластырып алдым. Көлемін шағын ғана домалақ қылдым. Осылай домалаттым. Міне осылай домалақ болып шықты. Сосын мен суптың ішіне капуста қосқым келді. Капустаны да кішкене турап, кішкене бөлігін ғана алдым. Сосын оны блендердан өткізіп аламын. Мінекей капустамыз әдемі, шағын ғана кішкентай болып шықты. Газымызға кастрөлімізді қойдық. Қайнап тұрған суды. Қайнаған суымның үстіне мен азғантай пияз салдым. Кішкене ғана пияз. Сосын капустадан саламын. Үш қасық капустадан салдым. Үлкен столовый қасықпен. Мінекей әдемі болып қайнап жатыр. Үстіне кішкене ғана тұз салдым. Сорпасына да кішкене дәм беру үшін. Енді картошка. Бір штук картошка саламын. Бұл 5-ші столға арналған диеталық тамақ. Өте керемет. Күшті болып шығады. Диеталық 5-ші стол дегеніміз ол мысалы өт қалтасы ауыратын адамдарға, өт қалтасында тасы бар адамдарға арналған диеталық тамақ. Міне картошкамыз піскен соң осылай тефтельямызды окорочкаға жасалған тефтелья. Сосын оны бір 20 минуттай қоямыз қайнатып.
осылай күшті, дәмі керемет болып шықты. Ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Қасына салатқа мен қияр мен помидор, тұзсыз, тұз сеппедім бетіне. Ас болсын бізге.